Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Сәкен және қазақ дос кланы. Қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Өткен бөлімдерде осы айтқан Дрим-лиганың жанкүйерлерін айтып едім. Мен қандай ойыншы керек болса айтыңыздар, мен соны аламын деп. Соған байланысты мен өзі жоғарылап кеттім. Көптен бері видео түсірмеген болатын. Сіздер лайкты аямай басыпсыздар, рахмет. Тағы да басуларыңызды тілектеспіз. Және мен Сәкен сіздерге тағы бір элитный дивизионға шықтым. Міне көріпсіздер, жоғары дивизионға көтерілген болатын. Міне элитный дивизион. Жаңа лига өте қиын болады енді былай қарата. Осы нені элитный дивизионда сізбен бір ойын түсірген боламыз. Мен товарищке матч таңдадым. Сасуало италиялық команда ойнаймыз. Және маған айтқан екен, бір ойыншымыз маған Мұхаммед Салах сатып аш деп. Салах сатып аламыз, міне көріпсіздер. Салахты мына жаққа тастап көрейік. Оң қанатта. Ортаға әлде Бензиманы 3 шабуылшымен ойнаймын мен өзім. Және осы Салахтың жанкүйері ме, Ливерпульдің жанкүйері ме білмеймін, бір қазақ футболы деген жанкүйерім менің сөйтіп ойып тастаған екен, Салахты аш деп, брат деп жазыпты. Сол жігіттің қалауын орындаймын, және мені қолдап смело лайк басыңыздар. Ал кеттік келесі ойынға. Жаңа ойын. Көріпсіздер, Италияның командасы мықты екен. Сасуало дейді. Көрейік матчты. Қызық болады әзі. Білмеймін кім салады. Рональдо салама, Салах салама. Ойын басталды. Стадионды да көтердік біраздан бері. Көптен. Соңғы кезде осы ойын загрузка болып жатыр. Міне ойын толықтай түсіреміз сіздерге. Рональдо, Салах, Бензима үштігі шабуылда. Кейін 4. Карвахал защитаға өтіп кетті, мен состав түзгенімді. Кейін ауыстырып тастаймын. Енді мыналардың несі составы. Көріпсіздер. Кім бастап береді топты? Ол алысты. Криштиану Рональдо. Сіздерді Реал Мадридтің жанкүйерлерін финалға шыққанын құттықтаймын. Және Ливерпульдің жанкүйерлерін құттықтаймын. Осы жақында болған финал ойынына Карим Бензима пас Рональдоға берілген еді. Рональдо жауып тастады. Рональдо. Карвахал соққа. Ой, биік кетті. Әдемі. Қайталаудың қажеті жоқ. Мұхаммед Салахқа доп берілген еді. Мықты ойнайды. Италиялық команда, қараңызшы. Сол қанаттан атаға шығып жатыр. Бұндай доптар баран бермейді. Көрейік Бензимамыз қалай бар. Соңғы кезде Бензиманың ойын жүрмегенмен өткен ойында зораймен гол. Криштиану Роналду бірінші гол салды. Италиялық команда. Пас тамаша шықты. Және Бензима мен Роналду бір-бірін доппен құттықтап. Көрейік қайталап. Голды қандай болған. Өтті. Және топ пастық берген. Рональдо ашық қалған. Бірге бершіп голды жолдап қойды топты. Тағы да сіздер смело лайк басыңыздар, және комментарияға жазып өтіңіздер. Осындай біреулер айтып жатыр, мен бірге жаңағыдай элитный дивизионға шықтым. Сен әлі кішкентай екен. Мен кішкентай емес, мен көптен бері түсірмеген екен. Мен кішіп кеткен соққы Рональдо. Серхио Рамоспен көтеретін болдым допты. Басқа. Және доп көтерілді. Салах. Мұхаммед Салах. Әр сөйлеп, әр не оған деген ойын оңай болмайды, ойын сөйлеп, әр запись басып отқан соң. Кубатич. Матик обычно зор ойнап жүрсің. Марко Асенсио жас талант. Ойымыздық. 25 минутта алып отыр. Криштиану Роналду бір гол ұрып қақпаған. Жалғыз голдың авторына айналыпты. Мына Роналду жүгіріп отыр, көріпсіздер. Жете алмады. Кубатич, Бензима. Салах. Офсайд тауып кетті. Салах сызық көрсетіп жатыр. Керек емес бізге.
Өте әдемі ойын. Мұхаммед Салахты соққысы қақпа гол. Міне осы голды жаңағы Салахтың айтқан жанкүйерімізге, қазақ футболы деген ойыншымызға, жаңағы мен жанкүйеріме арнаймын. Келесі бір бөлімдерде сіздер қаласаңыз қандай футболшылар, біреулер Месси дей ма, біреулер анау дейді, біреулер мынау дейді. Сондай нелер болса, бір Рональду соққысы. Жаман қиын болып кетті, жылдамдықта бұлар күшті болып кетті. Шын айтқанда. Бұрынғыдай емес. Біреулер злом базаға болады жаңағыдай. Өтірік ақша взламать етіп алып, ақша ол қызық емес, басынан көтеріп өйстіп. Еңбекпен, таза еңбек ойнамаған екен, ондай өтірік ойын керек емес. Маған мен өзім ұнатпаймын. Ашық үшін бәрін біліп ойнау керек. Баран соңғы қорғаушылар бірге бір шығып барады. Ой, мына баран неге қуып кетті. Кейлер Навас. Мен өзім сатып алдым, осының бәрі еңбек ойнап жүрмін көптен. Екінші тайм бастайтын боламыз, көріп тұрсыздар. Осындай рекламалар бар арасында. Что-то завис етіп тұр, неге екенін. Реклама керек емес, және екінші тайм бастаймын. Что-то қатты қуып кетті мынау. Сеттен ба білмеймін, неден екен, бірақ қуып жатыр. Баран құтқару жоқ, олардың пасы тұр шықпады. Қуып кетті, Аквилайн берар дейді, бір адам алмастырды. Мен де бір адам алмастырып қойдым, мен былай сөздерді адам алмастыру үшін Карбахалдың үстін басып, жаңағы Лукс баскет тастайық. Мен оң қанатты ол Милен ойнай берсін. Карбахалдың орнына баскет түсті. Тура компьютердің өзі. Пас. Қақпашымыз болып кетті. Рональду шығарса Карбахал. Салах жете алмады, Мұхаммед Салах. Тамаша ойнап жүр соңғы кезде. Алдын Ромада бүйтіп ойнамаушы еді. Челсиға барғаннан кейін бүйтіп ойнамады. Білмеймін мен соңғы кезде қалай клуб несін тауып отқан едім. Жаңағы ойыншы кілтін. Подарка кетті. Қазірше Криштиану Роналдуда бір гол бар. Салахта бір гол бар. Кубач, Рональду. Соққысы Рональду, қақпа бос. Соққа, Бензема қателік, қиыс кетті. Мұхаммед Салах. Ортан жоқ. Смело лайк басып отырыңыздар міне. Мұхаммед. Финт жасап қойғанда келдірім бұд, соққа, гол. Не болып кетті, жете алмай, айбай. Штанға тиіп кетті, әйтпесе гол болып тұрған жер еді. Өте қиын болып жатыр элитный дивизион. Бұл достасы ойын, жай ғана мысалы 2-3 дивизионның командалары. Кейін бұл жерде жаңағы элитный дивизион кубогы ойыны, жаңағы чемпиондар лигасы сияқты ойындар болады. Жаңағы ойын бұзып мен сол себеп топты шығарып жіберген. Алла тағы бір ойыншы алмастырды. Қол салып кетуі мүмкін бе? Қазірше біздің қорғаушылар жақсы ойнап жатыр. Тони Кросс, Марсело өткізіп жіберді, қателік. Баран, головой дейді, паспен жаманлардың қателік көрейікші. Қателік, пас әдемі, оңға қарай берген, қараңыздаршы мен. Пас, көтеріп тоқтатпай, сразу баспен соққы, биік кетті, бізде гол салып жүрбетіне. Кейлер Навас, сіздер елдің телевизионда ойнап отқандар болса айтыңыздар, мен көрейік, ой бөлісек. Қалай ойнап отқандарыңыз, және біз жаңадан осы елдің телевизионға өттік ақша жинап. Соны мен көрсетіп отырмын. Әрбір ойын мен видеоға түсіріп жіберетін болам. Пас. Мұхаммед Салах бірге бір жете алмайды. Карим Бензема. Бенземаның соққысы қақпашы. Андай соққы болай. Бұндай гол болған кезде өте әдемі болады. Мына қараңыздаршы. Карим Бенземаның пас. Өткен Бавариямен өткен матчта шын өмірде Бензема тамаша ойнаған болады. Қақпашының. Осылай шаңғап тұрып қалып кеткен болады. Серхио Рамос арасында баспен ұрады, бұл жерде негізімен дұрыс істемеген. Подарка кетті. 88 бар 2 минут қалды негізгі уақытта. Төреші бір 2 минут қосып берсе керек ол. Пас.
Бензима Рональду көрдү. Рональду дубль көрөм. Ой, бул какпага кетип калды. Дурус подача чыкпат. Жеремени көрүпсүздөр. Сіздерді келесі бөлімді түсіру үшін тез лайк басып отырсаңыздар мен келесі бөлім түсіремін. Мынандай қателік керемет, бір гол ұрып кететін болса достық ойында гол 2-1 тамаша. Красота дейді. Сезон жаман бастамады бірақ қателік жоқ қойдым, өте қатты қателік. 4 минут төреш қосып берді және бұл жеңіспен аяқталды. Жаңа ойын, жаңа бірінші жеңіс шығарып басты шықпады. Біреулер айтып отқан шығар, дұрыс ойнамады. Мен шынымды айтсам, зависать етіп тұр. Неге екенін білмеймін, сеттен ба, неден ба. Пас. Марсело осы қорғаушы ойын өте мықты ұнайды маған. Марсело Биелса. Ойымыз күтті Марсело. Соңғы минутта 4 минут қалғанда 2-2 қылып кететін болса, достастық ойын біз үшін жаңа дивизионның ойыны біз үшін қиын ойнап тұр. Мынау біз қателігімен болмаса қақпаға бер. Өте қызық ойын болды мынау, тартысты. Осы Сасуолоны осындай ойнаған деген білмеймін, кейін қандай командалар қандай күшпен ойнайтын. Рональду қолын көтеріп жатыр. Ең жақсы ойыншы кім екенін айтады. Бәрі қайтуда. Ең жақсы ойыншы Криштиану Рональду болып қалып отыр. Көріпсіздер, мінекей. Рональду лучший игрок матч дейді. Міне 2-1 Салах бар, Рональду салып отыр. Ақша жинайсыздар, әр победа. Мен сіздерге көрсетемін қазір таблицада кімдер, қайсы командалар бар екенін. Міне. Атлетико Мадрид, Милан, Арсенал, Барселона, Челси, Интер Милан, Ювентус, міне көріпсіздер бәрін. Париж өте мықты командалар, ойнаймыз, қызық болады. Келесі бөлімдерге кездескенше сау сәлеметте болыңыздар және лайкты смело басыңыздар. Міне Ювентус өтетін матчты түсіретін боламын.